Баршаңызға сәлем достар. Өте дәмді болып шығатын творог қосылған пирогтың рецептісімен бөліскім кеп отыр. Жұп-жұмсақ, влажный болып шыққан, бірінші рет жасаған адамның өзі де кереметтей болып шығады. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып қойыңыздар. Ең алдымен керегі 2 жұмыртқа, оның үстіне қантымызды салып, жақсылап 2-3 есе көтерілгенше миксерлеп аламыз. Миксерімізді ең аз жылдамдықта бастап, біртіндеп көп жылдамдыққа қосатын боламыз. Оның үстіне бөлме температурасындағы сары майды қосамыз. Керек заттардың барлығын астында описанияда жазып кететін боламын, сол жерден көре аласыздар. Майымызды салып жақсылап миксерлегеннен кейін үстіне қаймағымызды салып тағы да миксерлейміз. Үстіне 1 ас қасы қопсытқышымызды салып, ұнымызды біртіндеп салып, жақсылап миксерлейтін боламыз. Онды міндетті түрде аз-аздан қосып отырған дұрыс, себебі әр ұн әртүрлі болғандықтан кейбіреуі жаңағы граммы тура болса да қою болып кетуі мүмкін. Сондықтан аз-аздан салған дұрыс. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Осындай консистенцияда болуы қажет, көріп тұрғандарыңыздай. Енді үстіне творогты дайындап алатын боламыз. Творогтың үстіне қант қосып, оның үстіне сметананы қосып, блендермен езіп аламыз осылай. Дайын болған творогымызды мен осылай кондитерский мешокқа салдым. Егер сіздерде болмаса, ол міндетті емес, жай целлофанға салсаңыздар да болады. Енді осының басын қайшымен кесіп алып, қазір пирогымыздың үстіне құятын боламыз. Пирогымызды енді осындай формочкаға құятын боламыз. Менде диаметрі 24 сантиметр. Міне көріп тұрғандарыңыздай кондитерский мешоктың ұшын кесіп, осылай бетіне жаңағы творогымызды құя отырып, узор жасайтын боламыз. Пирогтың бетіне осылай арахисовый хлопья септім, сәндік үшін, ол міндетті емес. Егер басқа да сіздердің жаңағы жеміс-жидектеріңіз или мак, кунжут сепсеңіздер де болады. 180 градуста 35-40 минуттай пісіріп алатын боламыз. Мінекей пирогымыз дайын болды. Өте дәмді әрі іші деген сондай влажный болып шыққан, жұп-жұмсақ болып. Сіздерге де жасауға кеңес етемін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің басқа да видеоларымды жіберіп алмас үшін менің каналыма тіркеліңіздер, лайк басып, комментарий жаза отырыңыздар. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет.